Сәлеметсіз бе? Сізге бірнеше сұрақ қойсақ деп едік. Сіз облысымызда жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларынан хабардарсыз ба? Хабардармын, барлық жерде бар ол деген. Қандай жерден, қандай көздерден хабардарсыз? Мысалы, гованың ішінде бар, соның ішінде бар. Сондай көпшілік жиналатын жерде, ол любой жерде бар. Стат управление барлық жерде, даже хабарландырулар ілініп тұр, көшеде баннерлер ілініп тұр, интернетте, мысалы газеттерде шығады. Қазір екінің бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Сіз жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлық шараларына көңіліңіз толады ма? Әрине толады. Қазір үкіметтік емес ұйымдары жұмыс істеп жатыр, жастардың арасында көптеген жұмыс жүргізіліп жатыр. Сыбайлас жемқорлықты болдырмай және оның алу қандай шаралар тиімді деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, сыбайлас жемқорлықты тиімді болуы және жақсы жұмыс істеуі, бұны любой қазір біздің қаламыз, Қызылорда кішкентай қала. Қазір оқу орны көп. Содан да осындай мемлекеттік қызметкерлер болсын, мынау мектеп, жаңа аурухана, сондай мемлекеттік сондай орынға жататын орындарға жастарды біліміне қарай, қабілетіне қарай жұмысқа алса, сол кезде ол да алдын алу болып есептеледі. Сосын любой жас миынан өшіріп тастайды. Любой жерде мен жақсы оқысам, жақсы жұмыс істесем, мен әке-көкесіз, қаражатсыз өзім біліммен жұмысқа тұра аламын деген. Сіз сыбайлас жемқорлық көрінісімен өміріңізде кездестіңіз бе? Жоқ, кездескен жоқ. Мен любой жерге барғанда өз жұмысымды тындырып кетемін. Рахмет.